Қайырлы күн, номер 609 есепті бірге шығарайық. Мұнда бірінші көбейтінді орындалады, иә? Демек, сіз бірінші 8-ден 3-ті 4-ке көбейтесіз, яғни бөлімін 1 бар деп білеміз, иә? Кез келген бүтін санның бөлімінде 1 бар. Демек, 4 пен 8-ді қысқарта аламыз, бірі алымында, бірі бөлімінде. Сонда мұнда 1, мұнда 2, екеуі де 4-ке бөлінеді. Демек, бөлімі енді 2 қалды, алымында 3-ке минус 1-ді көбейткенде, әрине ол бізде минус 3 шығады. Қосу 5 бүтін. Енді не істеймін? Ортақ бөлім беріп жіберемін. Бөлімін 1 бар деп оғамызда, ортақ бөлім 2 болады. Сонда не шықты? Бөлімінде 2 шықты, алымында минус 3 плюс 10. Сонда алымында біреу оң сан, біреу теріс сан болғандықтан азайтылады. Үлкен сан таңбасы қойылады, ол 7. Сосын 2. 7-ні 2-ке бөлсем, яғни 7-ның тең жартысы қанша? Бізде 3,5, яғни 3,5. Екінші есепте бірінші бөліндіні орындаймыз. Демек, бөліндіні бірінші неге айналдырып аламыз біз? Көбейтіндіге айналдырып аламыз. 9-дан 5 көбейту минус 1-ден 3 етіп. Алыммен бөлімін орын ауыстырамыз. Кері сан етеміз, себебі не істедік біз? Себебі бізде не болды? Бөлуді көбейтуге айналдырдық. Енді қысқартатын болса, қысқартып жібереміз. 9 пен 3, 3-ке қысқарады. Мұнда 3, мұнда 1, 3-ке бөлінеді. Енді не қалды? Соны жазамын. Минус, алымында 5 қалды, бөлімінде 3 қалды. Азайтамын 7 бүтінді. Бөлімінде 1 бар деп білемін. Кез келген бүтін санның бөлімінде 1 бар. Кеттік, ортақ бөлім беріп жіберсем, сонда алымында минус 5, минус 7, ал бөлімі 3. Сосын минус 7 мен 5 екеу қосылады, бірақ теріс сан болады емес пе? Сонда минус 12 бөлу 3, ол менде нені береді? Әрине минус 4-ті береді. Келесі сан. Қысқаратын жоқ, бөлімінде 1 бар деп білсек, қысқаратын жоқ. Демек, не қалды? Соны жаза қоямын. Бөлімінде 5, алымында минус 6. Алымын алымынға көбейтемін. Сосын минус 5-ден 4. Ортақ бөлім бермеймін, менде дайын тұр. Бөлімдері бірде болып. Демек, менде не болады? Минус 6, минус 4 болады. 2 теріс сан қосылады, сонда минус 10 болады, ал бөлімі 5. Минус 10-ды 5-ке бөлсем, әрине минус 2 деген жауап шығады. Келесі 4-шісі. 4-шісінде бөлу тұр екен. Онда 12-ден 5 көбейтуге айналдырып аламын да, бөлгішті кері санға айналдырамын. Минус 3-тен 1. Осы жерін жақшаны ашып жібере қояйықшы. Қараңыз, мына минус пен мына минус екеуі біздің нені береді? Плюсті береді. Сонда плюс 3-тен 1 деп жақшаны ашып жіберемін. Қысқаратын бөлшек болса қысқартамын. Бірінші көбейтінді орындалады. Енді бөлімінде не қалды? 3 қалды, алымында мұндан 1-ден болса, 4-ке қысқарттым ғой. Онда 5. Қосу 3-тен 1 болғанша болады. Бөлімдері 1-де сақталады. Аяқ киім шешпейді, яғни 5-ке 1-ді қоссам 6. 6-ны 3-ке бөлсем, әрине 2. Келесі 5-ші есеп. 5-ші есепте көбейту. Бөлімі 1 бар деп оғамын. Қысқартып жіберемін 2-ге. Сонда мұнда 2 қалды. Енді не қалды? Соны жазамын. Көбейтіндіде бөлімінде 1 қалды, алымында минус 2 қалды, минус 5. Мына минус 2-ні 1-ге бөлсем, минус 2 шығады. Мына жерден бізде минус 2 шығады. Мынау бөлшектен, себебі бөлімі 1 ғой. Минус 2-ні 1-ге бөлсем, минус 2 шығады, 2 бүтін. Минус 2 бүтін, минус 5 бүтін, менде минус 7 бүтінді береді. Келесі соңғы есеп 9-дан 4.
Бөлуді неге айналдырамын? Әрине көбейтуге айналдырамын. 3 әрине сосын минусы жүреді. Плюс 1 бүтін. Енді қысқаратын болса, қысқартып жіберем. Әрине қысқаратын бар. Мұнда 3, мұнда 1-ден. Ал мұнда 1-ден, мұнда 2-ден. Енді 2-ке 1-ді көбейтсем, минус 2 бар, бөлімімде 3 бар, плюс 1 бүтінім бар. Теріс сан мен оң сан азайтылады. Ортақ бөлім бере қояйын, түсінікті болу үшін. Сонда 3 минус 2 плюс 3. Сонда менде не шығады жауап? 3-тен 1 деген жауап шығады. Себебі минус 2 мен плюс 3 таңбалары әртүрлі болып тұр. Демек азайтылады да қай таңба, қай санның таңбасы, қай сан үлкен, сол санның таңбасын қоямыз. Бізде 2-ден 3 үлкен ғой. Демек 3-тің алдында плюс, онда біздікі 10 сан болады жауабы.